Күн ардақты ағайындар, бауырлар, қарындастар, үлкен кіші қауым, күндеріңіз берекелді болсын, өздеріңіз жақсылықта, амандықта, саулықта, берекеде, ырыста, нәсіпте, жетістікте болуларыңызға Алла нәсіп етсін. Ассалаумағалейкум деп сәлем берген баршаларыңызға ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Алла баршаларыңыздың білгендеріңізді арттырып, сол білген амалдарыңызға амал қылатын салихалы өмірді Алла баршаларыңызға нәсіп етсін. Әр күннің таңы ырыспен, нәсіппен, берекемен, жақсылықпен оралатын болсын орталарыңызға. Ешқашан жақсылықтан үміт үзбеңіздер. Жақсылық, жаратқанның жақсылығы әрдайым сіздің маңайыңызда. Келген әрбір нәрсе сізге сынақ үшін, сізді иманыңызды бекемдеу үшін, жақсылыққа тұрақты болу үшін берген Алланың сынағы болып табылады. Ал енді ассалаумағалейкум деп сәлем берген баршаларыңызға ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Спальнида төсектің басы қыблаға қарау керек пе? Я, басыңызбен қыблаға беріп жатқан жақсы, мұстахаб, сауап амал. Ал енді мүмкіншілік болса, мүмкіншілік болмаса, енді аяғыңызды соза берсеңіз болады қыблаға. Бірақ біліңіздер, қыбла тарапқа қайтыс болған адам аяғын созады, немесе қайтыс болудың алдында жатқан адамға. Бұны мұқтазар деп айтады. Қалған адамның барлығы қыблаға аяқ созғаны жақсы емес. Ал енді әдейілеп қыбланы теуіп жатам деп ерегіссе, онда күпірлікке дейін барып тақайды. Исатай деген есім ауыр болу мүмкін бе? Басқа есім береміз бе деген ойымыз бар. Жоқ, бермеңіз. Керек емес. Өз аты жақсы, Исатай Батыр бабамыздай болсын. Исатай батырдың әйелі Мылқым анамыздай салихалы жарға кезіксін, өмірі бекем болсын, салихалы болсын, ұлтымызды сақтап қалған ұлы дара тұлғалардың біреуі. Сондай болса қанеки. Екі бөле әжелердің немерелеріне үйленуге болмайды ғой дейді. Негізі шариғат тыйым салмайды, егер шариғатпен сұрасаңыз, бірақ біздің салтымызда алысырақ үйленген дұрыс. Сондықтан нені ұстап қалу керек. Қыз балаға қандай жеңіл ат қойсақ болады? Әжелеріңіздің атын қоя беріңіздер. Неге бала көтермесе тек әйел адам кінәлі, тек әйелден көреді, емделу керек, баламда бәрі жақсы, сен көрін деп отырады дейді. Енді шешелер солай, баласын қорғайды, бірақ енді ол былай айтқанда сен үйіне барып шешемен сөйде ерегісіп дау көтеріп жіберме. Кейін былай шыққанын, спальняға шыққанын күйеуің айтасын, сен де көрін дейсің. Дәрігердің өзі айтады, қандай болса да дәрігер бірге көрініңдер деп айтады. Мамаң айта береді, дәрігер емес қой. Ясин, Мұхаммед есімдері балаға ауыр ма? Жоқ, жеп жеңіл аттар, жақсы аттар. Мәселе атында емес, мәселе сол баланы тәрбиелеуіңізде болады енді. Онда әшейін ат қойсаң қалай болса солай тәрбиеле деген сөз емес. Баланың тәрбиесі бәрінен жоғары тұрады алтыным. Жұбайыңмен жараспай жүрсе, бір-екі ай бөлек тұрып көрсе, сабақ бола ма екен деген ой не айтасыз? Жоқ, одан бетер құтырып кетеді. Кейбіреулерге сабақ болу ықтимал, бірақ басым көпшілік адамға қайта ортаны одан бетер ашып жібереді. Не үшін бөлек жатпа, не үшін қасына жат, не үшін қасынан шықпа деп айтады. Өйткені осы үшін. Күйеуім маған өте суық, енеммен жақсы болмадық, бөлек тұрдық, бәрібір суық, мен мейірім іздеп шаршадым дейді. Кейде сол мейірімді іздемей қой керек, өзі келеді. Кейде оны іздеп шаршайсың бұл өмірде. Еркектің ондай мейірім бере алатын қасиеті болмауы мүмкін. Ол мейірімдік деген сәл басқаша форматта түсінуі мүмкін. Сондықтан ең дұрысы мен ерегісе берудің қажеті жоқ. Мейірімдікті іздемей, балаларыңнан іздесең жақсы болады. Сізге барып қабылдау тегін бе? Барғым келіп жүр дейді. Келіңіз, тегін, бесплатно. Енем ажырасқан, қызының құдағиымен араласып жүр. 3 жыл болды, барлығымызды шаршатты дейді. Енді әлде болса да қосылып қалама деген үміті шығар, бірақ дұрыс емес. Кеткен адамнан, құдадан кету керек. Балалар ажырасса да, кейбіреулер кәдімгі дос болып бүйтіп жүргені. Енді араласамыз, қазақпыз ғой, бір привет, здрасте дейміз, басыңды бүйтіп қоя бер. Бірақ кәдімгі солардың үйіне барып, қайтаға онау бір туған сияқты араласу ол қажет емес нәрсе. Екі тарапты бөтен адамды бір-біріне жақындатқан бала ма, сол бала кетті ғой енді. Бала жоқ кезде араласқан жоқ оның. Онда енді ары қарай бол. Егер екеуің дос болып, одноклассник болып, содан кейін бар балаларың қоса үйленіп, сіздің балаларың ажырасып кетсе, сол одноклассник сипатыңда қала берсең, онда болады. Ал енді көрінген адам анау жағымпазданып көбінесе бай бақуаттылардың осылай істеп жүргені жақсы емес.
Ассалаумағалейкум ұстаз, ертең бұйырса жұмаға барғанда алдында отырам, ақ киімде, тақиямен, мені көріп жатсаңыз қол көтеріп қойыңызшы дейді. Ей жан. Ақ киімде, денелі, ақ сақалды, соғыр мұқау танымас тірі жанды деп, сол тұрайын саған қол көтеріп енді. Саған привет, анаған привет деп, жарайды мен енді көрейік. Сен бұлай қыл. Мен сен тану үшін сен бір звездочка тағып ал. Маңайыңа ма, мына жеріңе ма, желкеңе ма, бір ағауле сияқты бір жеріңе бір үкі тағып ал дейді, үкі. Мынау екеуміз ғой дейміз. Аппақ болып бәрі киініп келеді, мен қайдан білейін сен екенін. Сен болмай қалсаңшы. Сен мына жерге үкі тағып ал желательно. Или қасқыр тағып ал иығыңа. Мынау екен ғой деп қоямын жаным. Таң намазына тақалып қалды, ғұсыл жоқ болса, таямым деген дәрет алып намаз оқыса болады ма? Бұндай дәрет ғұсыл алудың өзінің үкімінде қайталанып оқылуға мүмкіншілігі бар болған кезде таямым соғылмайды. Таямым соғылады егер қайталанбайтын намаздар бар, қазасы жоқ. Мысалы айт намаз, жаназа намаз, уақыттың тарлығы жүретін, осыларға жүрет, бірақ қазасы басқаларға уақыт бар. Сондықтан қазасын оқысаң да оқисың. Өтініш жауап беріңізші, мен түсімде бір қара жылан зуылдап қасына келіп жоқ болып кетті, не болады екен дейді. Зу еткен нәрсе кетеді де келеді. Бұлай қыл. Ағуду биллахи минаш шайтанир раджим десең болды. Бұған мән бермей алтыным. Қарақалпақ елінен дейді, жалынды сәлем сізге, Алла күш қуат берсін. Амин, рахмет алтыным, Алла разы болсын. Салават туралы айтылып кетсеңіз, қайсысы дұрыс? Салаваттың бәрі дұрыс, айта бер. Ең жақсы намаздағысы Аллахумма салли аля Мухаммади ва аля али Мухаммад, кема саллейта аля Ибрахима ва аля али Ибрахима иннека хамидун маджид. Екіншісі бәрік осы сияқты айтсаң болады. Немесе саллаллаху алейхи ва саллям, ең қысқасы салаваттың түрі көп. Ассалату вассаламу алейке я расул, ол да өте береді. Одан кейін Аллахума барик, салавату мақбулы, салавату нәжия тола. Барлығын айта берсең бола береді, бірақ ең жақсы намаздағысы. Литва қаласының Каунас қаласынан жалынды сәлем дейді. Алейкум ассалам алтыным, тамаша. Жауап беріңізші, 4 жыл бұрын түсімде белгісіз дауыс 36 жасында өлесің деген ойымнан шықпай қойды, жүріп бересіз бе? Қазір қаншадасың? 4 жыл бұрын айтса, уже барып қалдым 36-ға, қанша қалды өзі? Таяп қалды ма? Енеумен тұру өте қиын болып барады. Арамызға көп түседі. Бөлек шығу туралы ойыңыз қандай? Күйеуім үйдің кенжесі дейді. Сен менімен тұрмайсың ба? Менде ойың қандай дегеніз? Сен менімен тұрасың ба? Менімен бөлім шығасың ба? Сен күйеумен бөлім шығасың ба? Бір түсімдесі, иә. Сіздің ойыңыз қалай? Біз бөлім шығайық ба? Сен менімен бөлінсің, мен саған айтатын ем онда. Сен менімен бөлінбейсің жарым, сен күйеуіңмен бөлінесің. Осы сұрақты күйеуіңе айтасың. Күйеуің ойың қалай, біз бөлім шықсақ, осындай деп күйеуіңе айтасың алтыным. Саидинаны қоспау керек па? Намазда қосылмайды. Әшейінде қоссаңыз болады, бірақ намазда қосылмайды. Версиясында жоқ. Енді қосылып кетсе, намаз бұзылмайды адам. Бір анализ күтіп отыр едік. Алла жеңілдігін берсін. Одан кейін әрбір нәрсе пенденің жақсылығына болуы мүмкін, сіз білмейсіз. Сондықтан Алладан қайыр жақсылық нәрсені сұраңыз. Уайымдамаңыз. Алланың тағдырындағы нәрсе, дұға қылыңыз, сұраныңыз болды. Ары қарай жаңағы қиналмаңыз. 28 десің, әлі мына жақтан 8 жыл бар екен ғой, саған уайымдама. 36 жасқа жақындағанда тағы жазмаған, сол кезде Құдай қаласа ептеп-септеп ел болып сені өткізіп жібереміз ары қарай. Құдай қаласа, уайымдама. Көптің дұғасы көл дейді қазақ. Сен қазірден бірақ дайындал, намазға тұр, Құдайдан сұра, вообще уайымдама. 36-ға таяғанда сұрарсың жаным. Әкемнің қабірі ішіне түсіп кеткен, не істеуге болады? Қайтына түсіп кеткен, опырылып кеткен жерін қайтадан үйіп жауып, сырттан топырақ алып келіп, бүйтіп қайта өзінің
домалақ халін келтіріп қою керек. Аға, жетінанға Құран оқығанда дейді, іштен оқуға бола ма, или дауыстап оқу керек па? Іштен аузыңды жыбырлатпай, ішіңнен оқысаң білмейміз ғой, сен ішінен оқып жатсың ба, боқтап жатсың ба, қайдан білеміз? Сондықтан дауысты шығарып оқисың. 3 ерекше балам бар дейді. Түнде ұйқы жоқ. Екінші ұлым демалу қиындап жүр. Не айтасыз? Маған анасы боламын. Қиналып жүрмін. Не айтасыз дейді. Бір адам кемеде кетіп бара жатып, кемесі суға батады. Суға батқан кезде бұл әйтеуір жүз алатын біреу екен, жүзіп бір аралға түседі. Бір ағашқа жабысып әйтеуір аралға келеді. Шаршап есін жиып қараса, адам тұрмайтын арал екен. Ешкім жоқ, жалғыз өзі. Сонымен жаңа кемен тақтайларын жинап, кеш бата бастайды, үй қылады, өзіне күркешік қылып, үйшік қылады. Үйшік қылады, ары қарайды, бері қарайды, жан жоқ, қарны аша бастайды. Барса, кішкене бір су бар екен, суын ішеді. Содан кейін тамақ іше көріп, сол балық ұстап өмір сүре бастайды. Маңайда жан жоқ, телефон жоқ, ештеңе жоқ. Жалғыз өзі қалып, содан балық ұстап, мына басынан балық ұстайын деп кетіп қалса, аралдың кішкене арал екен, қайтып келсе, найзағай болып, үйін өрте жіберіпті. Үй кішкентай, үй құрды ғой ағаш, сол жан кетті полный. Содан кейін Құдайға жалынып айтады дейді, Құдай, сен мені құтқар деп жүрсем, маған жәрдем бер деп жүрсем, сен менің үйімді жағып жібергенің не деп жылап жатып ұйықтап қапты. Ұйықтаса, күңгірлеген адамның дауысы жерде жатқан адамды көріп, көзін ашып қараса, адамдар жүр дейді. Сендер кімсіңдер десе, білмейміз, өтіп бара жатырмыз, кемемен осы жерден маңайдан өтеміз, қарасақ, мына аралда түтін шығады, әй бір адам бар ау деп түтінгі көріп келдік деген екен ғой. Сонда жаңа кісі түн анау найзағайдың жанған үйі жанып кеткен проблема деп жүрсе, сөйтсе ол проблема емес, бұның құтқаруы екен. Осыдан шықты сөз, сіз ойлаған дүние басыңыздағы ауру, қиыншылық, жаңағы ерекше бала, менің не істеп қойдым соншама, маған бұны беретін деп түсінбе. Қайта бұл сізді жеңілдететін, басыңызға бір қиыншылықтан құтқаратын, Алланың рахымын алып келетін жайт деп түсініңіз. Бір әулетте осындай бір бала туылады. Мен куәсімін. Сонымен баланы бағады, ДЦП, ана баланың ауруы көп, аутизмі қоса. В общем, не керек, жер бетінде қандай ауру бар жаңағы балада. Сонымен ауыра береді, жыла береді. Енді бұл Алматы қаласында болған оқиға, мен соның куәсімін. Содан баланы сөйтіп бағып атқанда, Алматы қаласының әкімдігі бағана ауру балаға очередьтен тысқары үй береді. Бала үйге кіреді, Құдайдың құдіреті, бір аптаның ар жақ бер жағында қайтыс болады. Сонда соның үйіне барып тұрып, Құран оқығанда маған айтады да, баланың атын айтып, біздің баламыз дейді, осы ауруымен дейді, мен үй алатын әйел емес, анау жағдайы жоқ әйел, жағдайы жоқ, үй алу жақын арада несіп етеді, бұйырмайтын. Сонда Алланың құдіреті, кішкентай ауру бала өзінің ауруымен анасына үй сыйлап кетті. Мен куәсімін соның. Сол үйінде болып мен Құран оқыдым. Сондықтан айтпақ болғаным, басыңдағы 3 баланың тағдыры саған ұлық бір жақсылықты алып келеді алтыным. Еш уайымдама. Аға дейді, сіздің ұлыңызды ютубтан көріп қалдым. Маған қатты ұнады. Жасым 17-де. Номер бересіз бе? Айтыңызшы, мені алсын деп. Сізге ұқсайды екен дейді. Жаным, ол сабақ оқымаймын. Сен де әлі асықпа. Жақсы қыз болсаң алып берем, Құдай қаласа. Ей жаным. Жақсы екен ниетің. Ниетіңнен айналдым. Әумин. Сен қазірден тәрбиеле өзіңді. Жұмысқа үйренісе алмай жүрсе қандай дұға айтқан дұрыс? Ла хаула ва ла қувата илля билла. Аға, ренжи беретін еркектерге бірдеңе айтыңызшы дейді. Ренжіме деп айтам. Ренжи берме деп айтам. Жастар пысық дейді. Дұрыс. Дәл сондай жағдай Астанада менің әріптесімде болды деп, баласы қайтыс болды, соның атымен үйлі болды. Аллаға сансыз шүкір, айттым ғой. Сәлеметсіз бе, баламның атынан садақа бергім келіп еді. Көп ауырып кетті. Соны қан шығармай-ақ қойдың ақшасын, жағдай жоқ, инсульт алып жатқан емге көмек керек, әпкеге ақшалай берсем болады ма? Болады. Бірақ ол мұқтаж болса ғана бер,
Менің балам оқып қоймасын сен жазғанын. Сен жазғаныңды оқып қойса, ол сабақ оқымай-ақ сен оқып кетпесін сен оқуыңды. Ол сабақ оқу керек қазір. Сен де сабақ оқы. Бала 6 жаста әлі сөйлемесе, нағашылар қой сойып шекпен буындырғанына қалай қарайсыз? Ырым бар екен солай дейді. Иә, сондай бұрын бар. Ана қорғасын құяды, соны қылқындырады, сонда қатты қылқындырып, ай өліп кеттім деп сөйлеп кетеді ау деген бір сондай ырым бар. Бірақ енді қылқындырғандардың бәрі сөйлегенін көрген жоқ. Бірақ десе де қазақтың салты ғой, мен қарсы емеспін. Қазіргі психология мен исламның байланысы. Байланысатын жері бар, байланыспайтын жері бар. Психологияны шетелдің психологиясына алып келіп, қазақпен байланыстыруға болмайды. Мысалы айтайық, өткенде бір қыз бала, ұл бала қызбын деп киініп алған, полный қыз болып, транссексуал дейміз ба? Сондай киініп алған, ұл бала қыз болып киінген. Қыз шашы да ұзын бәрі қыз, соны психологқа апарыпты мамасы. Мамасы психологқа апарса, психолог айтыпты, енді осы баланы осы күйде қабылда депті. Соны айтады, мен өзім дені дұрыс деп психолог болсам, психологтың дені дұрыс емес екен деп маған алып келіпті. Мен бұны қабылдасам, бұны алып келетін бем, осынша ақша тұрады деп, сол психологқа 50 мың беретін бедім дейді. Бір приемы 50 мың теңгеге. Сон баламны сөйлесті, 2 сағат сөйлесті, шыққаннан айтады, балаңды осы күйде қабылда деп айтты дейді. Сон айтым дейді, саған кеткен 50 мыңым ай деп, қайдан іштен күйіп, енді қайтып аламайым, сонымен кеттім, жылап маған кепті. Сондықтан айтпақ болғаным, ол қабылдаса мен оны саған әкелетін бедім дейді. Мен қабылдамағаннан кейін, ей бұл ұл ғой, бұл қыз емес деп айтқаннан кейін қалай мен бұны қабылдаймын? Сен өз денің дұрыс па деп айттым дейді. Ей бұл сен өзі мен бұны алып келетін түсіндім дейді. Бұған психологтың пайдасы бермейді. Сол сияқты психологтың түсінетін жері дінменен, салтымызбен үйлескен психолог бар, және шетелдің бұлжыраған әңгімесін бізге алып келген психолог бар. Ондайларға бас қатырма деу керек. И дінге де солай. Дінге де түсінбейтін діннің маманы болмаса, психологиямен оны апарып байлаудың қажеті жоқ. Ол сенің ойың. Сенің ойың Құранмен байлану, ойың екеуі бір жерден келу шарт емес, оған ілім, біліммен келу керек ол. Балам Фатиха оқиды, ықылас дұрыс па оқуы. Мешітке апарып тексертіп алыңыз. Балам тексеріп берді десеңіз, любой иман тексеріп береді. Жолдасым 3 бала менен тастап кетті, түсімде шошып кеттім, нені білдіреді екен деп. Бір уәдеңіз орындалмағаны. Күйеуге қатысты емес, басқа біреуге. Біздің үйде жақында тағы да жылан шығып жоқ болып кетті. 2 інім қайтқанда 2 жылан шықты дейді. Уайымдамаңыз. Жыландар шығады, келеді, кетеді, уайымдамаңыз. Намазды отырып оқығанда маңдайды сәжденің орнына қолды тигізіп оқи ма? Жоқ. Намазды отырып оқыған кезде отырып оқудың деңгейіне байланысты. Егер сіз толық сәжде жасай алсаңыз, отырған күйде сәждеге барасыз. Маңдайдың сәждеге тиюі, 2 мәрте тиюі парыз болып есептеледі. Намаздың негізгі парызы. Егер белің радикулит болып, вообще еңкеюге келмесе, еңкеюге шамаң жоқ, вообще еңкей алмайтын болсаң, онда басыңызбен былай оқисыз. Ал енді сәжде еткен кезде қолдың үстіне сәжде етуге болады деп айтылады. Қай уақытта жер қатты тас, қиыршық тастар, басыңды қойсаң маңдайың тез жібереді, немесе қатты ыстық, немесе қатты суық болса, қоятын нәрсе таппасаң, онда қолыңды қойып, былай жақындырасың. Осынша сәжде етсе болады деп айтылады. Педофилді кешіруге болады ма, егер жақын туыс болса? Жоқ, кешіруге болмайды. Педофилді кешіруге болмайды. Ертең сен оны кешіресің, соттан шығып кетеді, ол барып тағы да біреудің баласын зорлықтайды. Педофил, өлген адаммен жақындық жасайтын, некрофил, содан кейін хайуанмен жақындық жасайтындар, олардың барлығының жазасы өлім болу керек деп. Мен қолымда билік болып депутат болсам, барлығына өлім жазасын кесетінем. Бұл емделмейді. Бұны кешірейік, үйтейік, бүйтейік деген адамдардың өзінің баласы зорланбаған. Өзінің баласын зорласа, ұл баласын, қыз баласын 9 жасар қызды зорлаған еркек 9 жасар, 8 жасар қызды зорлап жатыр. Сонда көретін едім. Сенің 8 жасар қызыңды зорласа, кешірейік дегендерді. Басын чалып тастау керек болды олардың. Біздің қолымызда билік болса. Бірақ біздің самосуд жасауға болмайды, сот бар. Сотта олардың өлім жазасын кесу керек. Өлім жазасын кесу керек оларға. Алла қаласа 3-ші қызым дүниеге келеді. Денсаулығыма байланысты тума деп жатыр, не істеймін? Денсаулығыңыз қатты өліп қалатындай болсаңыз, өліп қалатындай қауіп болса, яки болмаса
Екінші шарты, баланың срогы жан бітпеген болса, жан біт 4 ай 10 күнде жан бітеді балаға, сол уақытқа кірмеген болса, онда дәрігерлермен кеңесесіз. Күйеуіңіздің рұқсаты шарт. Кеше қолында ескен әжем қайтыс, қолында өскен әжем қайтыс болды, иманды болсын. 2 күннен мон соң шығар, 2 күннен соң үлкен тойым еді. Тойды өткізіп жібереміз деп тұр. Сол тойға келіспей-ақ қойсам болады ма, сіз ақылыңызды айтыңызшы. Жоқ жаным, сен күйеуге шығып атсаң бар, күйеуге шықсаң күйеуге шық жаным, тойды өткізе бер. Тойда біте бабушкам өліп қалды деп отырма, болды. Бабушкаң кетті, иманды болсын. Бабушкаңды жақсы көру, бабушканы қайтыс болған адамды жақсы көру, бүйтіп отырып, жылап отырумен көрінбейді. Бүйтіп азаттытып, ойбай, бабушка, ол емес. Ол жақсы көргендік емес. Кейбіреулер киімін жыртып, басын шашын жұлып, өліп қалды деп әркімге асылып, стенаға басын ұрып жатады. Бұл жақсы көргендікті емес, бұл ақымақтықты көрсетеді. Солай. Мен алтын тауып алдым, не болады? Алтынды иесін іздейсің, таппасаң өткізесің де ақшасын садақаға таратасың. Әйел керек затын айтса, ақшасы болсын болмасын айғай шығаратын еркек туралы не айтасыз? Әйел керек затын айтса, сұраған нәрсесіне, ақшасы болсын болмасын айғай шығаратын еркек туралы не айтасыз? Доқтарға көрсету керек қой еркекті. Айғайлай берсе, кішкене мүмкін бас ауыратын шығар, спазм сосуд бар шығар, доқтарға көрсету керек. Айғайлай беретін адам кішкене сау емес ол. Затымыз сатылмай тұр, қандай дұға оқуға болады? Сатылады, Алладан сұраңыз, рекламасын жасаңыз, қайырлысын сұраңыз. Екі әйел алсам бола ма, ешкімге айтпай дейді. Bir әйелге қадырың болмаса дейді, екінші әйел ал дейді. Екі әйелге қадырың болмаса дейді, онда 3-4 ал дейді. 3-4-ге қадырың болмаса, онда бір әйел, бір балаға қадірлі болуды, бала шағаңа қадірлі болуды ойласаң, бір баламен қал дейді. Бір әйелмен қал дейді. Менде қызық жағдай болып тұр. Тамақтанар кезде нанды тамақта сарайған жерлерін алып тастап жеуге тырысамын. Көңіліме ала берем. Жеп қойсам өліп қалатындай көңілімді қалай алмауға болады дейді. Сен наннан өлмейсің ғой, ажалдан өлесің. Сен нанды осы беттен вообще жемей кетсең де, наннан өлмейсің. Сен нанды жемей қойсаң өлмей қаласың ба не? Бәрі өлесің. Нанды жесең де өлесің, жемесең де өлесің. Так что аш өлтірмей тоқ өлтір, қысты өлтірмей жаз өлтір деп атаң қазақ айтқан. Сондықтан ажалда өліп қалуды ойлама сен, қалай өліп қалуды ойла. Бес айлық құрсақта қайтыс болған қызымды жерлеу керек пе, қалай жерлеймін? 5 айлық бала тірі туылса, яғни қимылдаса, дауыс шығарса, тірі адамның белгілерін көрсетсе, онда тірі адам сияқты толық жуындырылып, толық оралып, кейбір матаға оралып, кейбір аққа оралып, содан кейін жаназа оқылып, аты қойылып, жаназа оқылып, жерленеді. Ал егер тірі туылмаса, құрсақтың ішінде өліп қалған болса, біздің ханафи имамдарының көз қарасында, онда ол адамның бір ағзасы сияқты, қолы, денесі сияқты ағза болып, оны жуып орап, сол күйде жаназа оқымай, ат қоймай жерлейді. Кейбір имамдардың пікірінде іште жатқан үшін 4 ай 10 күнде жан біттікенде тірі болды деп есептеп, құрсақтың ішінде де тірі, сыртында да тірі деп есептеп, тірі адамның үкімі берілген имамдар да бар. Нұрлан мырза, 40 жаста әйел адам қайтыс болған еді. Жылдық асын қанша айда беруге болады? Жарты жылдан асса бере бер. Ауру күнәлардан тазару үшін беріледі дейді. Сіз не дейсіз? Ішек ауру болса ше дейді. Кейбір аурулар адамның күнәдан тазару үшін беріледі. Кейбір адамдар сол күнәдан сақтау үшін беріледі. Өйткені сен ауырғаннан кейін күнә істей алмайсың. Мысалы, сенің ішің ауырып, ішегің ауырып, геморройың шығып, циститің ағып,
мұрныңнан қаның тоқтамай жатса, саған тоқал не нужно уже? Саған қатын іздемейсің сен жан іздейсің. Жаным қалса екен, саған жер бетіндегі ең сұлу қызды әкеп берсе, кішкене тоқтай тұршы дейсің. Кішкене тоқтай тұр, қазір емделіп алайын дейсің. Сен не до этого болады. Сондықтан шын мәнінде ауру кей кезде тәубаға келтіру үшін, кейде күнәдан қайтару үшін, кейде тазалау үшін, кейде адамды сынау үшін келеді. Ханафи дегенді қалай түсінсе болады? Біз имам мектеп бұл. Біздің Орта Азия халқы, соның ішінде Қазақстан, имам Ханафи деген, имам Ағзам Абу Ханифа Нуъман бин Сабит деген кісінің шариғатын, көзқарасын ұстанған, сол жолдағыларды ұстаған еліміз. Ислам үлкен бір мектеп. Сол мектептің кластары бар, 4 класы бар. Сол 4 тармағының біреуін біз ұстанамыз. Бірақ бәрібір жолдасым ақша табады, бірақ алып келген ақшасы көзге көрінбейді. Не істесе болады, айтыңызшы. Бұны атан қазақ айтқан, дүние таппайтын еркек болмайды, қарарын айт дейді. Құрарын айт дейді. Бала тумайтын қатын болмайды, тұрарын айт дейді. Сондықтан проблема еркек алып келген дүниеде береке болмаса үйде, проблема әйелде болады. Екінші проблема еркекте болады. Яғни еркектің мынау көрсе қызарлығында. Әйелдің екі қасиетінде болады, көрсе қызарлығы мен ысырапқорлығында. Яғни көрсе қызар болып сұңқалай беріп, сұңқаның үстіне сұңқалай берсең, тамақтың үстіне тамақ ала берсең, үйдегі бар нәрсені жеп бітпей, үстіне зат ала берсең, ешқашан байымайсыңдар. Содан екінші ысырап, нанның қоқымын шашсаң, көрсе қызар болып, бірінің үстіне бірін ала беріп, бір нәрсені ысырап қылып сөйтсең, ешқашан күйеуіңнің тапқан ақшасында береке болмайды алтыным. Еркек солай бірінші сөйлей алмайды. Еркек саған бірінші рет сөйлеген, бірінші рет бір-ақ рет сөйлейді, содан кейін сөйлей алмайды. Еркек үні өшіп қалады. Еркек бітті ғой өзі. Қайда күйеу, күйеу қайда, еркек қайда, еркек деген әулетте болу керек қой. Ақша қанша тапсам да жетпейді. Бұл ешқашан жетпейді. Бұл жеткен дүние емес. Ақша ешқашан бір кем дүние. Әйелді алтындары өз жұрт берсе, общий бұл дүние болып санала ма, дейді. Я. Бұл сенікі деп берсе ма? Екі түрлі пікір бар. Әйелдің өзіне берілген өзінікі деп есептеледі деген айтқан уәждер де бар. Бірақ біз олай есептей беретін болсақ, онда семья бұзылып кетеді жаным. Сондықтан ортақ болғаны жақсы болады. Енді шариғатта айтамыз ғой, әйелдікі қалтада, еркектікі ортада деген үкімді айтамыз, бірақ қалай болғанда да әйел адам өз білген өз істей береді деген сөз емес. Әйел адам өзі жұмыс істеп, айлығын өзі жарата алады, дұрыс. Бірақ ол еркекке айтпа, өз білгенің істе, ойыңа келгенді істе деген сөз емес. Әйел адам қанша дегенмен бір отағасы, бір үйдің шаңырағының егесі, балалардың бір әкесі сияқты көрсе, ол үйден шыққан бала да тәрбиелі болып шығады алтыным. Общий болады дүние. Сол көзқарасқа келіңіз. Истиғфар айтып жүрудің пайдасын айтсаңыз, истиғфарды көп айтсаң, қолыңды жайып бір нәрсе сұрайсың ғой Құдайдан, сұрамай тұрып қабыл болады. Уже сұрасам екен деген кезде қабыл бола беретін болады. Сондай халге жетесіз, истиғфар астағфирулла ва атубу илейх деп айтқан сайын Алла тағала сен уже бір нәрсе сұрасаң Құдайдан, сұрамай тұрып қабыл болатын болады. Сондай дәреже жетесің. Аллаху афраху биттаубати абд. Алла тағала пенденің тәубесіне, истиғфарына сондай қуанады. Бұның теңдеуі жоқ. 3 түрлі теңдеу айтылады. Баласын жоғалтқан бала, дүниесінен қалған адам деп хадисте солай келеді, бірақ одан да қатты қуанады деп айта аламын. Алла тағаланы қуанту, намаз оқысан қуанат деген жоқ, миллион садақа берсен Құдай қуанат деген жоқ. Ал Құдай қуанат сенің тәубеңе. Сондықтан истиғфарды көп айт жаным. Әй, дүниені дейді, әттең ай, дүниені жүрекке кіргізбеңдер, қанша тыңдамай отырсыздар тек дүние дейді. Енді дұрыс айтасыз, кіргізбеу керек, бірақ кіріп кеткен ол. Соқтан енді мен қазір қырылысатын емес, қазір кіргізбеңдер десек бәрі шығып кетеді қазір.
Сондықтан тыңдай берсін, лучше пайдасы тиер. Ұсталынған ескі қазан, табаларды қайда жіберуге болады? Егер қолдануға жарайтын болса, мұқтаждық орталықтарына бересің, ана таратып беретін жерге бересің. Болмаса мешітке апарып бересің. Мешітке апарып бердесе, ана киген киім, ескі қасық, басық, алюминиевый модель сделана в СССР дегенде берудің керек жоқ. Өткен әкеп бердесе, бір өзі ойласа керек, үйіне жаңадан алған ғой, посуда. Ескі посудасын бәрін жатыр. Алюминиевый қасық, медный тазик, медный құмған, баяғы замандікі дейді, баяғы замандікі деп. Өз баяғы замандікі болса өзің ұстай бермейсің, бізге не алып бересің оны? Сол баяғы замандікін өзің ұстай бер, бізге новыйын әкеп бер. Оны бергің келмейді. Баяғы замандікін келініңе, қызыңа бермейсің ғой, байға шығып бара жатқанда. Баяғы замандікі деп. Ол болмайды ол. Қазір күн суытты, аяқ киімге масық тартуға бола ма? Масық тартудың өзінің үкімі бар. Шариғатта үкімі тобықтан жоғары болу керек, су өтпейтін болу керек. Одан кейін ол шешілмейтін болу керек, кешке дейін болса да. Ал енді қазір діни басқарманың рұқсат берген пәтуасыменен жаңа мәселе бар. Немесе нәскиге ұқсаған мәселе бар. Ана нелер бар ғой, суға түсетіндер. Суға түсетіндер, суық суға түсетіндер бар ана. Не деп қойшы еді Құдай ау. Суық суға түсетіндер, соның материалынан жасағандар бар. Соның ішіне су құйсаң бүйтіп ақпайды нәскиден. Вот сондай киіп аласыз, өзі нәскиден айнымайды. Сонымен үстінен тартып киіп кете бересіз. Тобықтан төмен болған туфлилерге масы тартылмайды. Әйелден қалыспай ұрса беретін еркекті қалай өзгертуге болады? Бір сөйлесең, екі сөйлейді. Бір ұрсаң, екі ұрады. Жаман боламын дейді. Бұл, конечно, жаман боласың. Сен лесбиянка өзің сезінесің. Сен өзіңді лесбиянка болып қаласың. Үйде екі қатын өмір сүргендей болады. Еркек адам қатын сияқты қатынмен салғылайса берсе, оның әйелі өзін әйелмен өмір сүріп жатқандай болады. Еркектің духы қалмайды. Еркек деп сыйламайтын болады сені. Неге? Өйткені еркек деп сыйлауы дүние тапқаннан, дауысыңның гүрілдегенінен, еркектік сипаттың болғаннан емес. Еркекті сыйлайды, қай уақытта әйелмен салғыласпаған сәтте сыйлайды. Сонда ол еркек болады. Ал енді бұнда еркек не істейсің енді? Бұнда еркекті Аллаға жақындат. Жақындат деген өлтір деген жоқ, бұны өлтіріп қоймай басын жарып. Жоқ, бұл жерде Аллаға жақындат деген ғибадатқа, құлшылыққа. Сол жерде молдалар діндерден ұялып, өзі ұят. Көбінесе адам елден ұялады. Құдайдан ұялмаса да елден ұялады. Сөйтіп көпшілікке шығара берсең, елден ұят деп өмір сүріп қалдық қой бәріміз қазір. Біз қазір елден ұяламыз бәріміз. Сол елден ұят деп өмір сүрсе, соны семен салғыласпайтын болады. Мені біреу аңдып жүргендей болады, секілді қайда барам болады, қорқамын дейді. Келдер аңдып жүр сені. Әзірейіл деген келдер аңдып жүр сені. Бәрімізді аңдып жүр. Бір күн атады ол атқан кезде оның оғы точно тиеді. Айнымайды. Ол тиген кезде сөзсіз жеңеді ол. Оның аты келдер Әзірейіл. Малакул маут арабшасы. Сондықтан одан сақтану керек. Сақтансаң да бірақ пайда бермейді. Соған дайын болу керек. Дайын болу үшін сауабың көп болу керек. Одан қашпа бірақ. Бәрібір қуып жетеді. Қатты қорқақпын. Қандай дұға оқуға болады? Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху сұрапты, сіздің үмбетіңізде қорқақтар бола ма депті. Болады депті. Ол табиғат нәрсе, мысалы, біреу шығылып стенаның артынан ва десе қорқасың, мен де қорқам. Бәріміз қорқамыз. Бұтына жіберіп қоясың қорқақ түгіл. Қорқасың. Ол табиғи нәрсе, бәрімізде болады. Бірақ мұсылман адам өтірікші бола ма дегенде, өтірікші болмайды деген екен пайғамбарымыз. Олар мұсылман болмайды, міне үмбетім емес деген. Сондықтан қорыққан жақсы нәрсе, бірақ сәпсем қалтырай беретін болсаң, онда сені уже неге алып шығу керек? Спортқа. Спорт жеңеді сені. Чат GPT-ден сұрай беру кезі қазір ширк па деп ойлап қаласың. Соны шегін айтасыз ба дейді. Чат GPT көп нәрселерді білгеніменен, енді ол алгоритм ғой, енді жұмыс істеу алгоритмі, интернетте ғаламторда бар нәрселерді жинастырып, соған сізге ортақ шешімін айтады. Ал енді ол жоқ нәрсені ойынан шығарып айтамайды ол. Сондықтан да чат GPT-ге діни мәселелерді сұраған жақсы емес. Лағынет намаз деген дұрыс емес, жоқ ондай нәрсе. Астағфирулла, кімде-кім лағынет намаз оқитын болса, біреуге қарсы, ол өзі кәпір болып кетеді. Баламды сүннетке отырғызып едік. Құдай тамақ бермей-ақ қой сойып, жағдай жоққа таратып жіберсек болады ма? Болады. Қабыл болсын. Кішкентай сәбидің киімін өртеуге бола ма? Жарамай қалған? Болады. Көмсе жақсы, көметін мүмкіншілік болмаса өртейсіз.
Истихфар оқымай-ақ салауат айтуға бірге бола ма? Бола береді, екеуін де айтыңыз. Шыдамсыздықтан қалай сүре оқып жүрсе болады? Шыдамсыздықтың емі бар. Шыдамсыздықтың емі көпшілік. Көпшіліктің алдында сіз ондай күйгілік болмайсыз. Бітеп жынданып істеп отырасың, өзің тәрбиелейсің. Сол тәрбиелеудің бір жақсы жолы. Содан кейін орнына дұға көбірек оқыңыз, Кішкентай сәбидің киімін айттық. Машинамызды сатып жібердік, настроение жоқ. Қайырлы болған көлік еді дейді. Иншалла тағы да көлік аласыз, жаныңыз аман болсын. Жаныңыз аман болсын. 40 жасты неге тойлауға болмайды, түсіндіріп бересіз бе? 40 жас өмірдің бір үлкен бір өтпелі кезеңі. Ер жігіттің ақыл тоқтатып, ел ағасы болып, өмірін өзгертіп, үлкен дара тұлға болып, бір түйсінікке келіп, ақыл тоқтатып, әйелдің қадірін біліп, жоқтың бағалап, барына баға құра қоятын кезі. Пайғамбарға Алла тағала пайғамбарлықты 40 жаста берді. Неге 35 жаста бермеді? Дайын емес пе еді? Неге 45 жаста бермеді? Тура 40-та берді. Неге? Өйткені бұл бекерден емес. Сол үшін біздің халқымыз 40 жасқа ерекше мән береді, 40 жасты тойламайды. 40 жас ләйліп той жасайтын, тұратын кез емес. Күнә істеуге, әйтеуір 40-қа дейінгі адам жасаса дұрыс емес. 40-қа келген адам ақылын тоқтатып өзін басатын кезі, баспаса табиғаты басатын кезі сол болады. Яғни шайтанның өзі адамды азғырғанда дейді, 40-қа дейінгі адам болса, қиындатып көрсетеді. 40-қа дейінгі адам болса. Ал сауапты амалдарда, мысалы, ой, сен әлі жассың деп көрсетеді. Шайтан 40-қа дейін соны көрсетеді. 40-тан кейін шайтанның өзі олай азғыра алмай қалады деп айтылады. Ал енді жаңағы садақа берсең кедей болып қаласың, сен бермей тұра тұр, әлі мынаған сал, одан кейін мынаған сал деп сөйтіп көрсетеді. Ал енді сауапты амалды қиындатса, күнә істерді 40-тан кейін жеңіл қылып көрсетсе, 40-тан ақыл жинамағандығы деп айтады. Яғни, қалай десем болады, 40-қа дейін жүрген тұрғанын, ішкен жегенін, ұятсыздықтарын айтып, соны мақтанып жүрсе, ол 40-та бола ма, 60-та бола ма, 70-те бола ма, ол ақымақ адамның тірлігі, имансыздықтың бір келбеті деп айтуға да толық болады. Күнә істегеннен де ауыр болған нәрсе, күнәменен мақтану деп айтылады. Бұны жаңағы ғұрур деп те айтады. Менменшілік болып, өзін жоғары санап, бір какой-то бір кішкентай күнәні, бір еркек әйеліне мақтанып отқан ғой, жаңағы, мен мынандай күнә істедім, мына мен жүрдім деп. Сөйтсе әйелі аузынан шығып кетейін депті. Мен айтпай қояйын, мен кіммен жүргенім депті ғой, сол сияқты ақымақтық болады. Кішкентай балаға көз тиген дейді, қайтуға болады. Фалақ, нас деген 2 сүре бар, қолыңызды қоясыз да басын сипайсыз. Басын сипайсыз, сонымен болады. Сүндет деген соң міндетті түрде садақа беру керек па дейді? Жоқ. 5 балам бар, азан шақырып аттарын қойған жоқ, ештеңе болмайды, баланы тәрбиелеу керек. Тәрбиелей алмасаң, болатын нәрсе болады сол кезде. Тәрбиелеп үлгерсең, онда азанда тұрған ештеңе жоқ. Егер бір жерге баратұғын болсаң, намаз қаза болып қалатын болса, оқып кетсең, бола ма, асығыс болса дейді. Ертең мен жұмысым көп деп па? Ертең мен жұмысым көп, мен ойнап жүрмін не сендерге? Давай басымды қатырмайын, бүгін оқи салам десем. Қалай болады? Құдаға барамыз. Құдадан, Құдай подождет дегенде ғой сенікі. Құда вай. Балам 12 жаста, мүшел жасқа келе жатыр, не істеген абзал? Тәрбиелеу керек, Алланы таныту керек. Арасында намазым қаза болады, не болады екен? Қазасын оқисыз, күнәлі боласыз. Балалар қайта ауыра береді, емдеп аламыз, артынша қайта ауырады, не істесе болады? Баланы емдету керек, дәрігерге қарату керек, иммунитетін көтеру керек, балада проблема бар. Қосымша қолын басына қойып, фалақ, нас, ихлас, кафирун, аятыл күрсі, ясин білген сүрені әрдайым оқып дем салып қойыңыз. Баланың ішкі дүниеге мотивациясында көтере біліңіз. Содан кейін бала сылаумен өседі. Значит, балаға мейірім де жетпеуі мүмкін. Әрдайым құшақтап, сылап, сипап, баланы сөйтіңіз. Бала сылаумен өсіп, қар қылаумен өседі. Кейбір ана шешелер сылағысы келмейді, онша ұнатпайды. Сол баланы сылаңыздар. Әйелге туған күн жасауы не керек? 60 жастарын тойлап шаршатты дейді ғой.
Насыбайды қалай қойдыртсам болады, өтініш дейді. Енді бұл жаман әдепсіздік қой. Жаман әдепсіздік, макрух, харам деп айтқандар бар. Бұл ең бір берекесіздік нәрсе. Аузына боқ сал десе салмайды, бұл боқтан да жаман нәрсе салады да, не істейсіз? Нұрлан аға, қызымның тұсауын сізге кесіртсем деп едім дейді Алматыға. Сіз маған анау дайрекке жазып жіберіңіз, хабарласам. Жеңгем қатты ауырып жатыр дейді. Операцияға 100 миллион керек болып жатыр дейді. Сборға мен болмайды. Сборға қатыса алмаймын. Шапағатшы болады дейді. Шапағатшы болады дегені Алладан сұрайды. Я Алла, мына әке-шешеме кішкене сауап жетпей жатыр, жәрдем берші деп қолынан жетектеп алады. Егер сенде сауабың көп болса, сауабың жоқ, істегенің арақ, ішкенің арақ, адам өлтіргенің адам, істегенің күнә, жасағаның коррупция болса, балаң өзі тосып алады, тұзаққа өзі бірінші болып итеріп жібереді, сен бар кете бер дейді. Мен тәрбиеші болып жұмыс жасаймын, асыр намазын оқи алмаймын, ол күнәға жата ма дейді. Мүлде мүмкіншілік болмаса, сіз неге оқи алмайсыз? Асыр намазының уақыты 1,5 сағаттан көп, 2 сағатқа дейін кетеді, одан да асып кетеді. Кейбір уақытта сіз неге оқи алмайсыз? Не проблема? 2 сағат бойы біреу балаларды тастап қойсаңыз, балалар отқа түсіп, шоққа түсіп, бір-бірінің көзін шұқып алатын болса, онда сол отырған орында оқуға даже ондай мүмкіншілік болмаса, онда қазаға қалады. Сіз кетіп қалғанда екі балалар шоқысып, бір-бірінің көзін шұқып алса, ручка тығып алса бірінің көзіне, онда сізге намаз оқи алмайсыз. Шариғатта гендерпатия деген жоқ енді. Мүшел жаста бірдеңе болады деген қайдан шыққан? Шын мәнінде мүшел жастың бір ауыртпашылығы бар, бұл бекер емес. Біздің ата-бабамыз бұны бекерден бекер айтпаған. Мен қазақ салтының тегіннен тегін емес екеніне 100-100 сенетін адаммын. Бабаларымыздың даралығы, даналығы, ұлағаттығынан шыққан дүние, әрі тәрбиелік мақсатта оның үлкен пайдасы бар. Саламатсыз ба, егіз ұлдарым туылған соң 10 күннен соң шетінеп кетті. Басына көктас қоюға болады ма? Кішкентай туылған балалар шетінесе белгі қоймайды дейді. Я белгі қойылмайды. Екеуі бір уақытта кетіп қалды ма? Субханалла. Алла бір сынақ жіберген екен, алтыным жәннетте шапағатшың болсын. Енді сен белгі менен балаларды есіңе алма. Сен өзің белгі болып бер. Сен өзің белгі болып бер. Құлшылық, ғибадат, құлшылығымен, алтыным. Ясин сүресін оқып бер, или оқы деп жатыр, нені білдіреді? Охо, Ясин сүресі Құранның жүрегі болады. Сондықтан оны оқу деген түсте нақты қазір есімде жоқ, қарап көріңдер, ұмытып қаппын Ясин сүресін. Әл сүрені 114 сүрені 114 тәпсірлеген Ибн Сирин деген үлкен ғұлам өткен. Содан кейін имам Наблуси, өз имам Джафар шөуінде де көргем. Бар, бірақ дәрежесі өте үлкен екен, анық білем. Атам ішіп алып ақыл айтады, келін болып соған күйіп кетем дейді. Енді ішкен адам сөйлей береді, мән бермей ақ қойыңыз. Адамды жалпы көрікті қылған оның жүзі ғой. Бірақ жүзді көрікті қылған оның көзі. Көзді көрікті қылған адамды адам еткен оның аузындағы сөзі дейді. Сол аузындағы сөзді арақ ішкен кезде емес, сау кезінде айтса қандай болатын еді оның өзі. Әймина, мазаратқа басына баруға болады ма балаларымның? Болады, дұға қойсаң болады жаным, болады. 27 жастағы балам көлік апатынан кетті, көз тигеннен болады ма? Болады. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бұны айтқан. Өлген адамдардың зиратын көрсетіп тұрып айтқан, мына жерде өлгендердің дерлігі көзден өлген деп айтады. Хадисте, имам Бұхариде келетін хадисте, адам үмметімнің ең көп өлуі ажалмен бірге көзден өледі деп айтқан. Сондықтан көзден сақтанып жүру керек. Қазақ бекер айтпаған, сөз тиеді, сөз тимесе барып тұрып көз тиеді дейді. Ат-Таквир сүресін күніне 7 мәрте оқимын, бірақ мәнісін қандай түсінбеймін. Тамаша, оқы, альхамдулилля. Бірақ тек қана таквирге жабысып қалма, басқа сүрелерді оқы. Негізі қарап отырсам, әйелдер қауымы тек сұрақ қойып атқан дейді. Енді қажетін сұрайды да еркенен қойып атқан жоқ қой, ешкім ішіп-піспеп
әйел адамның молаға барған дұрыс емес дегені дұрыс па? Дұрыс қой, енді әйел адамның бұл сені баптау, бұл сені қорғау, бұл саған қадіріңе жету, сенің денсаулығыңды қарау, уайымдамасын, ауырып қалмасын, переживать етіп бір нәрсеге кіріптар болып қалмасын деп сені қорғау болады алдынан. Бұл сенің праваңды шектеу емес. Бұл сенің праваңды шектеу емес. Сенің әйелдік сипатың бұзылмасын, жұмсақтық, нәзіктігің бұзылмасын. Адамды жерлеген кезде білесің бе қандай ауыр, еркектердің өзі әрең шыдап тұрады. Адамды сондай жақсы көрген адамыңды жердің астына тастап, үстіне топырақ лақтырасыңдар. Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламды жерлеп келгеннен кейін Фатима қызы шығып, сахабаларға асылып, Абу Бәкірге асылып, қалайша Алланың елшісінің үстіне топырақ тастадыңдар деп тұрып жылаған. Ол оңай емес алтыным. Нурлан агай, почему у меня 3 тени? Вчера иду домой и обратила внимание на это. Обычно ты и твоя одна тень, а у меня их 3. Значит, солнце падало в другом ракурсе. Не переживайте, у всех 3 она. Иногда может быть 4, может в глазах двоится, у тебя чуть-чуть, может, надо будет какие-то плюсы-минусы очки поменять, может, есть какая-то проблема, может, солнце, какая-то облачко мешало. Вы не переживайте за это. Зачем вы переживаете? Вот, допустим, даже сейчас вот показывают свет относительно вспышки новейшего телефона. Вот вспышку поменяли, теперь сзади человека появляется тень. Раньше его не было. Примерно такой расклад, поэтому не переживайте. Теперь не думайте, что вы какая-то святая, у вас 3 тени, на голове там облачко, сзади свет горит, лампочка, оттуда там что-то мигает, что-то порхает. Это не нужно делать. Еркектің әйел алдындағы міндетін айтасыз ба? Жолдасым менің міндетімді айта береді дейді. Бәріміз міндетімізді айтамыз. Қазір мен сен міндетіңді айтсам, содан кейін ол саған міндетіңді айтады, сен оған міндетін айтасың. Содан үйде жұмыс істемей, ешкім бір-бірін қарамай, үйде быт-шыт бола бересің. Сол еркек правасын айта берсін. Сенікі дұрыс атаң басты деп айтпай енді. Сенікі дұрыс деп жұмыс істей бер болды. Сенікі дұрыс деп қой болды. Қазір мен сен праваңды айтсам, содан сен мен айтқанды оған айтасың. Содан ол тұрады да мені екеумізді қосып тұрып боқтайды. Зачем бір адамды боқтаған жақсы? Сенікі дұрыс дей сал болды. Мені зачем қосасың сен жерге? Керек жоқ. Давай сен ол правасын айтса, сен айтпай қой. Біреу от болса, біреу су болсын. Қазір сен де праваңды айтсам, ол праваңды айтса, содан екеуің адвокатқа барып, тағы права алып келсеңдер, болмайтын нәрсе жоқ. Қой оны. Міндетте міндет болып кетеді. Қой. Алматыда бір молда лағнет намазын оқытады. Ол молда емес ол. Ол шайтан ол. Ол шайтан ол. Онда Аллаға дінін үйретпей, ананы үйретіп, мынаны үйретіп, мынаны оқытып жатырмын, мынандай рухия оқып жатырмын, осынша 1000 теңгеден салыңдар, бүйтіңдер, сөйтіңдер, қазір рухия оқимын, реклама жасап, прямой стримде отырған бәрі мошенниктер. Оған тиісті полиция жұмыс істеп жатыр, жақында олардың бәрін қамайды. Бәріне штраф салады. Алаяқтар, ондайға сенбеңіз. Көріп келге барған дұрыс па? Көріп кел, барып кел, шауып кел, алып кел, Яндекстен басқа, Гловодан басқаға, солар ғана алып кел алады, қалған алып кел, көріп кел, шауып кел, ешқайсы дұрыс емес. Оның бәрі далбаса нәрсе, ешкімге сенбеңіздер. Өзі еркектің басына, бір ақылдының басына іссе, ақылдының басына іссе, ол Аллаға тәуекел қылады. Ақмақтың басына іссе, қолына қарт алып палашады дейді, тастар алып. Сондықтан қой онда, ешкімге көріп келдік қой. Тіл көзден қалай сақтану керек? Ағуду биллахи минаш шайтанир ражим дейсің бірінші. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп Фатиханы 7 рет оқисың. Мүмкіншілігің болмаса бір ретте жарай береді. Одан кейін барып аятыл күрсін тағы 7 рет оқисың. Содан кейін барып тұрып, ұйықтап қалмасаң ясинді оқисың, ұйықтап қалып жатсаң есіне онда чарқул деп айтылады. Қул я айюхал кафирун, қул аъуду бираббил фалақ, қул хуаллаху ахад, қул аъуду бираббил фалақ, қул аъуду бираббин нас, осы сөзді оқысаң, осының барлығы көзге қорған болады жаным. Менде қатты стресс, себебі менің туған ағаларым мені киддат етіп жатыр. Атамыздан қалған ақша, мал, дүние үшін қатты сығылып өткені инсульт болып больницада жаттым дейді. Дүние үшін стресс боласың ба жаным? Хорошо, әкең дүние тастап кеткен екен сендерге аталарың. Дүние тастамаса не, бауыр болмайтын бен ешкіммен? Инсульт алмай қалатын бен? Сонда дүние үшін олар ақымақ болды, жарайды мейлі. Сен ақылды болсашы. Ең болмаса мені көрген сен ақылды бол. Оларға жарай дүние үшін
Әзірет Әлі деген кісі, Әлішер деген кісі өткен. Сол кісінің ғажап сөзі бар. Көп адамдар дейді, көп ата-аналар дүниені балаларын төбелестіріп соттасу үшін жинайды деген екен. Міне соған айқын дәлел. Сондықтан жаным, бұл жақсы нәрсе емес. Әкенің дүниесіне таласу бұл нағыз оңбағандық, жексұрындық іс. Сен аштан Құдай әке дүниесі атаң қазақ айтып өткен. Жаттап ал. Әкенің, атаның дүниесі балаға ешқашан дүние болмайды деген. Дүние болмайды, тезіп шығады. Ол пайда бермейді деді. Бүлінгеннен бүлдірген ама дейді. Болды. Бүлінді ма, әкең кетті ма, әкең қызығын көрмеді атаң. Сен ол көрмеген қызықты сендер қалай көресіңдер? Болды, қызығын көргенде өлмейтін еді ол. Демек ол көремеді қызықты. Сен ол көремеген дүниеден сен көрем деп жатсың ба? Құдай өзіңе берсін, өз жолыңа берсін. Соттаспай ешкіммен, айғайласпай ешкім. Кидайт етсе етсін. Барып қарғап, тесіп шықсын сендер деп айтпа. Боп, жақсы деп, отказной жазып бер, нотариусқа барып, отказной жазып бер, сөйтіп ары қарай өз өміріңді өзің сүре бер. Әкең дүние бермесе өліп қалмайтын едіңдер ғой. Балалы болу үшін қандай дұға оқыса болады? Қысқа ғана дұға, астағфирулла, астағфирулла деп көп айта бер жаным. Ең жақсы сол. Ұстаз, келін болғаныма 5 жыл, 3 баламыз бар, ата-енеммен тұрамыз, өзімді бөтен сезінемін дейді. Сол сезінгеннен кейін олар сені бөтенсінеді. Сен бөтенсін бе? Бөтенсінсе де бөтенсін бе? Сен бөтенсініп саған не істеу керек? Бір ене күйеу балаға айтыпты ғой. Сен келін болып жаңағы өзіңді бөтен қылып жатсаң, бір ене күйеу балаға айтыпты. Осыдан ажалым жетіп өлсем депті. Күйеу балаға айтады дейді. Иә, мама не болды десе, осыдан өлсем, мені жағып жіберіңдер депті бәрің. Өртеп жіберіңдер сүйегімді депті. Ой, қой. Өртеп жіберіңдер да күлімді алып босаға сүйіп қойыңдар депті. Сөйтсе күйеу бала айтады дейді, хитрисіз ене деп айтады. Не десе, жұма сайын кіріп тұрайын деп, бейсенбі шайға кіріп тұрайын деп тұрған екенсің ғой деген екен. Сол сияқты сен кіре бер жаным, айналып кіре бер, жақындай бер болды. Олар сенен алыстай берсін, сен жақындай бер. Ерегіспе. Сіздің прямой эфиріңізге түскеніме қуанып қалдым. Алла разы болсын дейді. Күйеуім ішеді, ішіп алып шу шығарады. Шу тудырады. Үйде не істесем екен? Басқа жақсылықтары да көп. Бір ішкені бәрін жуып шайып жібереді дейді. Егер сіздің өміріңізге шу шығарғанда, кедергі жасап, сіздің өміріңізге қауіп төндірсе, мені көріп тұрған телефоныңнан 102-ні басасың, 102-ні бассаң, өздері келіп алып кетеді. Жақсылап бір аптада тәрбиелеп қояды, Құда қаласа. Ал енді одан күшейіп барса, тағы да шақырасың. Егер сен ұрса, енді ұрмай оттап кейбір еркектер болады, аузына келгенді сөйлеп, саған сен алғанша жаңағы ішкен кезде батыр болатындар бар ғой, айтамай жүрген зарын мұңын ішкенде айтады. Ішіп алып тұрып, сен алғанша Гүлмираны алуың керек еді, сен алған Мақпал сен алғанша жаңағы Сандуғашты алуың керек еді дей берсе, бастама деп отыра бер. Бірақ секретін біліп ал. Кіммен жүрген, кіммен қойған, сен ұшықтайсың кейін есін жинағанда. Шетінеп кеткен балаға тас қойса не болады? 93 жылы үлкен ұлым шетінеп кеткен. Биыл ұлым барып атасына және ағасына тас қойды. Туылған соң шетінеп кеткен жоқ қоюға болмайды жаным. Камал қарындасым болмайды. Рабби ғфирли деп айтса бола ма? Болады. Алла бәрі бітіп, осы енді емізгенде енді орамал тақтырып енді, айналайын, ол өзінің баласы ғой. Сен қасында сен тұрсың күйеуі. Ештеңе етпейді. Сен де қызғанып жатсың ба емізгеніне? Қой. Үйде тиіспе. Жаңадан біз енді Ауғанстаннан асып кетейін деп тұрмыз. Ертең Ауғанстан келіп мына түрмен кете берсек, Ауғанстан біздің әдіра қалатын сияқты ғой мына түрмен. Қой, кішкене есің жина балам. Сен өз басқа жағыңды ретте, өзің намазыңды ретте, құлшылығыңды ретте, сол әйелге жақсы қара, сол әйелдің анау аузына салған тамағын адалдығына қара. Сөйт. Сол әйелді жақсылап қарасаң, әйелдің өзі сенен жақсы білетін не істеу керек екен. Сен кіріспейтін жеріне кіріспе. Ертең күні былай еміз, басын былай ұста, аяғын былай ұста деп жындығыма оғатынды. Тыныштық бересіз. Әйелді жақсы көру, оған тыныштық беру. Сүндет той ата-анаға парыз ба? Жоқ. Білместікпен жасаттық тасты. Енді не істейміз? Алып тастаймыз ба? Жоқ, енді тиіспеңіз. Қойған нәрсе қалды, бірақ қоймау керек. Енді тәубе қылу керек, бәрібір қойған үшін Алла кешір деу керек, бірақ тасты бұзбау керек. Жақында бала дүниеге келіп едім. Намазыма немқұрайлы болып қалдым. Алланың қалауымен пайғамбарды және қағбаны ұстап жүредім дейді. Түсімде
тіспей жүргенде Құдайдан қатты ұялып жүрмін дейді. Сол берген Алла Тағала берген нығмет баланы алып қойды. Мәутихи, өлген яки өлейін деп жатқан кездегі 1000 жақсылықтан артық дейді сауыңда. Осы хадиске сай ата-бабаң сауыңда садақа бер дейді. Сауыңда намазыңды оқы дейді. Ауырып белің бүкірейіп, жаңағы циститің ұстамай, қуығың ұстамай, көзіңнен катаракт шығып, басқа жағынан бірнәрсе шығып оқығанда не қайыр болады одан. Сондықтан сауыңда жаса алтыным. Бұл дүниені ешкім бітірмеген аяғына дейді. Бітірмейді. Шаман келгенше қалтырма алтыным. Анау аккаунттағы суреттеріңді алып таста. Ашық тұрған, шашық тұрған суреттеріңді ешкім көрмесін. Тем более күйеуің бар, бала шағаң бар, болды. Алып таста. Аққу деген караванға көз қарасыңыз қалай? Өлген аталар бата бере дегенге дейді. Өзі тіріңді алмаған батаны өлгенде не қыласың алып өзі. Тіріңді алып жарытпаған атаңды өлгенде не қыласың жартып оны. Атаң қазақ қысқа сөзбен айтқан. Тіріңде сыйласпасаң, өлгеніңде жыласпа дейді жан. Тіріңде жаса, тіріңде жаса. Енді ол атаңның батасы керегі жоқ. Атаңның батасы, аталардың батасын алғыларыңыз келе ме бәріңіз? Әр қазақ атасының батасын алғысы келе ме? Қайтыс болған барша бабалардың батасын алғыларыңыз келсе, жақсы істі жасай беріңіздер. Сауапты істі жасай бер. Аузыңнан жаман сөз шығарма. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ. Абай атаңның батасын алғың келсе, тікелей осы 5 нәрсесін ұстап қал. 5 жақсы нәрсеге ұмтыл да, шақырған 5 жаман нәрседен қаш. Сонда Абай атаң саған бата береді. Шәкәрім атаңның батасын алғың келе ме? Шәкәрім атамның кітабындағы барлық нәрсесін жаса. Қожа Ахмет Яссауидің батасын алғың келе ме? Диваны хикметті оқып шық. 5 жасымда белім байлап таат қылдым, Таала деп рұза тұтып адат қылдым, кеше күндіз зікір айтып рахат қылдым, сол үшін мен 63-те ғарға кірдім деген осылардың бәрін жаса. 5 жасынан құлшылық қылған. Шамасы жеткенше соны жасай бер. Міне сол. Алла разы болсын. Құдайым күндеріңізге береке берсін. Аман болыңыздар, сау болыңыздар, бар болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Айта бермейді, бүйтіп кішкене адамдар жиналады, сөзді соларға түсіндіреді. Мына жерде мынандай болады, мына жерде мынандай болады. Енді барлығымыз енді ана орамал таққан қыздардың жүргені, секс туралы айтқаны, ұят етектен төмен айтқаны ұят емес пе жан? Ол негізі өзінің жамағатына айтып отыр да сүйерде. Бұл по-женски әңгіме. Бірақ ана жерде сотка телефон болғаннан кейін ол басқаша мынандай сипат табады. Сондықтан да біздікі де солай. Бұл жерге ондай етектің әңгімесін сала бермейік. Бұл кішкене бір салауатты, елді бір тәрбиелейтін, елді бір ұлағатқа жеткізетін, елдің бәрі жуады о жерін, қорықпай-ақ қой. Кейде бір кірмейтін жерге кіріп аламыз, бүйректен сирақ шығарып, алдынан жуайын ба, артынан жуайын ба, үстінен кірейін ба, артынан кірейін ба деп. Ұят емес пе ол? Оң жағынан кірейін ба, сосын әр нәрсенің өзі өті бар, реті бар. Ешкім о жағын жумай жүрген жоқ, айналайын, бәрі сасып кетеді давно. Керек десең келмен жуады қазір бәрі цивилизация, культура жеткен бәріне. Бәріне культура жеткен. Сенен таза қазір барлығы. Сен анау соны айтып жүргендерден таза сол. Елге оның керегі жоқ. Қазір андай әдемі флаконда гельдер бар. Соны қолданады бәрі. Барлығы бар сол. Ешқандай гигиенический салфеткалар бар. Бәрі жақсы. Оны түсіндіретін нәрсе емес. Бүйткенде бүйтесің, бүйткенде сөйтесің, тряпочка дайындап қой деп. Ол дәуірлер өтті, айналайын. Қой. Қазір өзі елдің барлығы алға дамыған заман ғой алтыным. Сөйтейік. Әр нәрсенің өзінің орны бар. Обайлы Асмановты танимын. Қазақстанда ұстаздарын бәрін танимын. Қазақстан тұрмақ, шетелді танимын. Трампты танимын, кімді таниды. Жолым болмай кетті. Не жұмыс жүрмей жатыр. Ешқандай жұмыс жоқ. Не үйленбедім. Жаман ойлар мазалап жүр. Ішпеймін, шекпеймін. Даже темекіні тастап кеттім. 7 ай болды. Сен өзі әулие болып, басыңда бұлт жоқ ба өзі? Басыңда бұлт тұр керек сенің де. Не деген адам мынау Құдай ау. Сен сияқтылар баяғыда динозавр заман жүріп қалған. Үйленбесең үйленесің. Ана аккаунтыңа жақсы суретін қойып қой, суретің жоқ екен. Бір майыс тұрған суретіңді салып қой. Бұл бірі.
Екінші жеңгең бар шығар, туысқандарың, дедом баласы емес шығарсың, үйленесің, не переживай. 60-қа келгенше әйтеуір бір үйленесің, бір кемпірді қосып береміз саған. Асықпа. Мен екеуін киіп берем. Одан кейін өмірден түгілме. Түгілген де жоқсың. Өмірден түгілген адам инстаграмда отырмайсың. Инстаграмда күшті отырсың ғой, қазір маған қарап. Сондықтан түгілген жоқсың. Жұмыс кейде жүреді, жұмыс кейде жүрмейді. Сен обязательно күшті жұмыс таңдау керексің ба? Айлығы жоғары. Бізде Қазақстанда, мен саған айтайын, 20 000 кемі әр облыста орын жет, орынға жұмыс табылмайды, жұмысқа адам жоқ. Обязательно программист болу керексің бе? Программисттен төмен түсе бер. Деньги не пахнут. Кішкене есік алдын сыпыр, жұмыс істе, қара жұмыста взятка жоқ. Ана жерге кірейін десем взятка сұрайды, ана жерге кірейін десем взятка сұрайды деп жатсың ба? Қара жұмыста взятка жоқ. Қолыңа екі қолға бір күрек істей бер. Бір күндік наның табылады. Неге сен обязательно компьютерде отырып, бүйтіп аппақ бүйтіп, машинист болып отыру керексің ба? Жоқ, ондай болмайды. Атаң қазақ малдың артын жууда нан тап деген алтыным. Сөйт. Алла разы болсын. Құдайым өмірлеріңізге береке берсін. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, сау болыңыздар, жақсылықта болыңыздар. Құдай береке берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһу.